Сәлем, құрметті достар, біз дәл қазір Алматының ең биік шыңында орналасқан Медеудеміз. Бұл жерде 842 баспалдақ бар. Мұнда шығу үшін бірнеше өзінің ережелері бар, бірнеше талаптары бар. Қоятын солардың бірін айта кететін болсақ, ең алдымен адам өзінің көңіл күйін бақылау керек. Екіншісі бұл аяқ киімге аса қатты мән беру керек. Аяқ киіміңіздің бауы шешіп кетіп, не болмаса бір классикалық туфлиді киіп, жоғары қарай шығу өте қиын, шынымен де. Бақыт дейді. Аяқ киіміңіз. Тағы бір үшіншісі, жоғары қарай шығып бара жатқан кезде, жоғарыдан төменге қарай түсіп келе жатқан адамдарға кедергі келтірмеу керек екен. Неге? Білмейміз. Енді біз 842 баспалдақты артқа тастап, біз дәл қазір ең биік 327. Кеттік, жақты, дайынсың ба, көңіл күй бәрі нормально. Бәрі керемет. Туфли киіп болмады. Енді жаңа біз айтып өткенде ережелердің бірі шығып бара жатқан емес, керісінше түсіп келе жатқан адамдарға кедергі келтірмеу керек дедік. Оның бір себебін таптық. Өтегенде бір себебі шыққаннан кейін енді әрине шаршайды ғой адам. Шаршап, құлазып, төменге қарай түсіп келе жатқан кезде кедергі келтірсең, білмеймін, көңіл күй болмай шаршап, ауына көтеруі мүмкін деген. Баспалдаққа шығу барысында барлығын жан-жақты қарап түбегейлі зерттеп келе жатырмыз. Қалай қызық болады, не сізік болады деген сияқты. Соның ішінде ешкім жасамаған бір экспериментті тауып отырмыз. Ол әрине 842 баспалдақты темекімен арқаласа. Темекі шегіп жүріп шықса қалай болады екен жалпы адам. Сондықтан осы экспериментті жасау үшін біз 89-дағы темекіні жақсы көтереді ау деген Бақытбек деген бауырымызды өзімізбен бірге ерте шықтық. Бақытбек! Бақытбек, тұршы. Ол 89-дан арасында ең жақсы темекіні көтереді ау деген жігіттен бірде ашық қылырып. Құлаққамайды ау ортасында деген. Алматы түні, ұйқымды менің орлады. Біз 842 баспалдақты артқа тастап, Медеудің ең биік шыңына шықтық. Енді ерекше бір көрініс күтіп едік, бірақ ауыз толтырып айтатындай ештеңе көрмедік. Мүмкін кеш болғандықтан шығар. Кешке шыққанның бір пайдасы. Ауасы таза әрі салқын демесеңіздер, жалпы негізі сіздерге күндіз таңертең келуге кеңес берер едім. Енді шығуын шығып алдық, екі аяқта күш қалмады, аяқ шынымен де дірілдеп тұр. Қайтадан төменге қарай түсеміз. Кеттік. Міне осымен біздің Медеудегі саяхатымыз аяқталды. Бізбен бірге болыңыздар.